Қайырлы күн, достар. Қалдарыңыз қалай? Мен бүгін дерево ин белгісіндегі жандарға арналған прогноз, 2022 жылға арналған прогноз. Дерево ин сіздерге грабитель богатства жылы келіп тұр. Грабитель деген сөз сіздің ақшаңызды немесе бір денсаулығыңызды алып кеткісі келеді, бірақ қатты қорқудың қажеті жоқ. Дегенмен сақ болғандарыңыз жөн. Себебі ақша мәселесінде бір ақша жоғалту болуы мүмкін, құнды заттарыңызды жоғалтып алуларыңыз мүмкін. Қазір мен бірақ сіздерге өте қызықты жыл күтіп тұр. Комфорт жылы, комфортны болады барлық жағынан, сіздерге жақсы өзгерістер болады. Тек аяқ асты ұсыныспен келген адамдардан сақ болған жөн. Аяғыңыз тартпаған бизнеске бармаңыз. Және ақша салудың оған қажеті жоқ. Ал егерде екі ойлы болып отырсаңыз, онда бизнес бастамаңыз. Жаңағы мен айтқандай, сіздерге грабитель богатства жұлдызы келіп тұр. Шешім қабылдамастан бұрын бірнеше рет өзінің мамандармен сөйлесіп алған жақсы. Сосын аяқ асты шешім қабылдауға мүлде болмайды. Жалпы 2022 жылы көп ақша жұмсағыларыңыз келеді. Жұмсайтын ақшаңызды алдын ала жоспарлап алыңыз. Жылжымайтын мүлік алуға жақсы мүмкіндік туып тұр. Мен негізі жазып алғам ғой, әйтпесе ұмытып қалам. Және денсаулығыңызға көбірек көңіл бөліңіз. Сізге ұқсамайтын адамдармен танысасыз. Мысалы, ол адамдар басқа ұлт болуы мүмкін. Егер сіз қыз болсаңыз, ер жігітпен танысасыз, ер адаммен танысасыз. Егер жігіт болсаңыз, қыз баласымен танысасыз деген сияқты. Жас үлкен болуы мүмкін, тым кіші болуы мүмкін. Сол сияқты. Одан кейін барып сіздерде білім алуға жақсы мүмкіндік туып тұр. Жақсы жыл. Адамдарға біліміңізді жетілдіріп, сол білімді ары қарай дамытуға, сол білімді сатуға жақсы жыл. Тек білім арқылы ғана ақша табуға болады. Егер магазин ашсаңыз, угощение дейді ғой, конфет, печенье салып қойыңыз. Бұл техника арқылы бірнеше қоянды атып ала аласыз. Себебі неге угощение қою керек? Себебі сіздерде грабитель келіп тұр ғой, грабитель келіп, адамдар келіп жеп кетсе, сол деген жақсы болады. Бұл да бір техниканың түрі. Өзіңіз кейбір заттарыңызды тегін бергеніңіз жақсы. Себебі грабитель. Немесе көп қайырымдылықпен айналысыңыздар. Жаңа білім алуға жақсы кезең. Лидерлік қабілеттеріңіз ашылады. Жаңа білімді елге тарататын кез келді. Сіздерде екі жұмыс болады. Ойлануыңыз да мүмкін, қайсысын алған маған тиімді деп. Немесе сіздің основной жұмысыңыздан бөлек қосымша жұмыс тауып алуыңыз да ғажап емес. Ипотекаға үй алу мүмкіндігі туып тұр. Перед выбором боласыз, таңдаудың алдында тұрасыз. Жұмыс болуы мүмкін, ол деген сөз жігіт болуы мүмкін, ол қыз болуы мүмкін. Енді дерево ян, кешіріңіздер, дерево ин барлық адамдарға арналған прогноз ғой. Сол себепті таңдаудың алдында боласыз. Ақшаңыз болады. Балаға көп ақша жұмсайтын боласыз. Өз-өзіңізге запрет қоясыз. Қорқыныш сезімі болады. Мысалы, бір бизнес бастағыңыз келсе, заңнан қорқасыз, немесе документтерден қорқасыз. Мен осыны жасай алам ба деген сияқты өзіңізге шектеу қойып, кішкене сіздерде страх, қорқыныш болуы мүмкін.
Егер ипотека алып жатсаңыз, документ жағынан қиындықтар болады, бірақ жақсы болады, қорықпаңыздар. Ойлаған ісіңіз орындалады. Ақшамен қиындықтар болмайды. Жалпы статусыңыз өзгереді. Егер тұрмысқа шықпаған болсаңыз, тұрмысқа шығасыз. Балалы болғыңыз келсе, балалы боласыз. Жалпы бала көтеруге жақсы жыл. Басқа адамдарға жұлдыз боласыз. Өзіңіз күткеннен де үлкен үй алғалы тұрсыз. Сізді бір кісілер қорқытуы мүмкін. Сізге келген ақпаратты тексеріп алыңыз. Сізде биыл көп конкуренттер болып тұрғанына байланысты, сіздерде конкуренттер көп, сол кісілердің бірі қорқытуы мүмкін. Сен мынаны жасай алмайсың, сенің қолыңнан келмейді деген сияқты дүниелерді айтуы мүмкін. Одан кейін жалған ақпаратқа сенбеңіздер. Одан кейін бұл қорқытқан адам туралы мүлде ойламаңыз, мән бермеңіз. Жылдың екінші жартысында бизнеспен айналысуыңыз мүмкін. Өміріңізде жаңа дүниелер келеді. Жаңа жұмыс болуы мүмкін, жаңа бизнес болуы мүмкін. Одан кейін сізге бизнесте, жұмыста көмектесетін адамдар пайда болады. Жолдасыңыздан қолдау, поддержка болады. Сізді міндетті түрде қолдайтын болады кез келген бастамаңызда. Сізге тек активный болу керек, белсенді болу керек. Қарыз бермеңіз, себебі грабитель келіп тұр. Армандарыңыз орындалады. Менің парақшама жазылып, лайк басып отыруды ұмытпаңыздар. Қайырлы күн, достар. Қалдарыңыз қалай? Мен бүгін дерево ин белгісіндегі жандарға арналған прогноз, 2022 жылға арналған прогноз. Дерево ин. Сіздерге грабитель богатство жылы келіп тұр. Грабитель деген сөз сіздің ақшаңызды, немесе бір денсаулығыңызды алып кеткісі келеді, бірақ қатты қорқудың қажеті жоқ. Дегенмен сақ болғандарыңыз жөн. Себебі ақша мәселесінде бір ақша жоғалту болуы мүмкін. Құнды заттарыңызды жоғалтып алуларыңыз мүмкін. Қазір мен бірақ сіздерге өте қызықты жыл күтіп тұр. Комфорт жылы, комфортны болады барлық жағынан, сіздерге жақсы өзгерістер болады. Тек аяқ асты ұсыныспен келген адамдардан сақ болған жөн. Аяғыңыз тартпаған бизнеске бармаңыз. Және ақша салудың оған қажеті жоқ. Ал егерде екі ойлы болып отырсаңыз, онда бизнес бастамаңыз. Жаңағы мен айтқандай, сіздерге грабитель богатство жұлдызы келіп тұр. Шешім қабылдамастан бұрын бірнеше рет өзінің мамандармен сөйлесіп алған жақсы. Сосын аяқ асты шешім қабылдауға мүлде болмайды. Жалпы 2022 жылы көп ақша жұмсағыларыңыз келеді. Жұмсайтын ақшаңызды алдын ала жоспарлап алыңыз. Жылжымайтын мүлік алуға жақсы мүмкіндік туып тұр. Мен негізі жазып алғанмын ба, әйтпесе ұмытып қалам. Және денсаулығыңызға көбірек көңіл бөліңіз. Сізге ұқсамайтын адамдармен танысасыз. Мысалы, ол адамдар басқа ұлт болуы мүмкін. Егер сіз қыз болсаңыз, ер жігітпен танысасыз, ер адаммен танысасыз. Егер жігіт болсаңыз, қыз баласымен танысасыз деген сияқты. Жас үлкен болуы мүмкін, тым кіші болуы мүмкін. Сол сияқты. Одан кейін барып сіздерде білім алуға жақсы мүмкіндік туып тұр. Жақсы жыл. Адамдарға біліміңізді жетілдіріп, сол білімді ары қарай дамытуға, сол білімді сатуға жақсы жыл.
Тек білім арқылы ғана ақша табуға болады. Егер магазин ашсаңыз, угощение дейді ғой, конфет, печенье салып қойыңыз. Бұл техника арқылы бірнеше қоянды атып ала аласыз. Себебі неге угощение қою керек? Себебі сіздерде грабитель келіп тұр ғой, грабитель келіп, адамдар келіп жеп кетсе, сол деген жақсы болады. Бұл да бір техниканың түрі. Өзіңіз кейбір заттарыңызды тегін бергеніңіз жақсы. Себебі грабитель. Немесе көп қайырымдылықпен айналысыңыздар. Жаңа білім алуға жақсы кезең. Лидерлік қабілеттеріңіз ашылады. Жаңа білімді елге тарататын кез келді. Сіздерде екі жұмыс болады. Ойлануыңыз да мүмкін, қайсысын алған маған тиімді деп. Немесе сіздің основной жұмысыңыздан бөлек қосымша жұмыс тауып алуыңыз да ғажап емес. Ипотекаға үй алу мүмкіндігі туып тұр. Перед выбором боласыз, таңдаудың алдында тұрасыз. Жұмыс болуы мүмкін, ол деген сөз жігіт болуы мүмкін, ол қыз болуы мүмкін. Енді дерево ян, кешіріңіздер, дерево ин барлық адамдарға арналған прогноз ғой. Сол себепті таңдаудың алдында боласыз. Ақшаңыз болады. Балаға көп ақша жұмсайтын боласыз. Өз-өзіңізге запрет қоясыз. Қорқыныш сезімі болады. Мысалы, бір бизнес бастағыңыз келсе, заңнан қорқасыз, немесе документтерден қорқасыз. Мен осыны жасай алам ба деген сияқты өзіңізге шектеу қойып, кішкене сіздерде страх, қорқыныш болуы мүмкін. Егер ипотека алып жатсаңыз, документ жағынан қиындықтар болады, бірақ жақсы болады, қорықпаңыздар. Ойлаған ісіңіз орындалады. Ақшамен қиындықтар болмайды. Жалпы статусыңыз өзгереді. Егер тұрмысқа шықпаған болсаңыз, тұрмысқа шығасыз. Балалы болғыңыз келсе, балалы боласыз. Жалпы бала көтеруге жақсы жыл. Басқа адамдарға жұлдыз боласыз. Өзіңіз күткеннен де үлкен үй алғалы тұрсыз. Сізді бір кісілер қорқытуы мүмкін. Сізге келген ақпаратты тексеріп алыңыз. Сізде биыл көп конкуренттер болып тұрғанына байланысты, сіздерде конкуренттер көп, сол кісілердің бірі қорқытуы мүмкін. Сен мынаны жасай алмайсың, сенің қолыңнан келмейді деген сияқты дүниелерді айтуы мүмкін. Одан кейін жалған ақпаратқа сенбеңіздер. Одан кейін бұл қорқытқан адам туралы мүлде ойламаңыз, мән бермеңіз. Жылдың екінші жартысында бизнеспен айналысуыңыз мүмкін. Өміріңізде жаңа дүниелер келеді. Жаңа жұмыс болуы мүмкін, жаңа бизнес болуы мүмкін. Одан кейін сізге бизнесте, жұмыста көмектесетін адамдар пайда болады. Жолдасыңыздан қолдау, поддержка болады. Сізді міндетті түрде қолдайтын болады кез келген бастамаңызда. Сізге тек активный болу керек, белсенді болу керек. Қарыз бермеңіз, себебі грабитель келіп тұр. Армандарыңыз орындалады. Менің парақшама жазылып, лайк басып отыруды ұмытпаңыздар.